Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Текше бұл балалардың зейінін шоғырландырып, ой өрісін және танымдық белсенділігін арттыратын ойын түрі. Текше әдісінің жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Видеоны қарамастан алдын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Бұл әдіс PowerPoint программасында жасалады. Экранды ашқаннан кейін дизайн бөліміне кіріп, размер слайда деген жердегі ширинасы мен высотасын өзгертесіздер. Ширина деген жерге 27, высота деген жерге 29 деп жазасыздар. Экран беті ашылғаннан кейін сіздерге ұсынған шаблонды қойып, дәлдеп алатын боласыздар. Одан кейін өздеріңізге керекті суретті Яндексқа теріп, фонды таңдап, қалаған фонды өзіңіз осылай іздеп поисктан, мысалы мен осы фонды таңдадым. Мышканың оң жақ батырмасын басып, копироватты таңдап, осылай экран бетіне қойып, дәлдеп шығасыздар. Осылай жеке-жеке төрт бұрыштың ішіне дәлдей отырып, размерін қойып аласыздар. Жетпеген жерін осылай созып, осы дайындап алған бөлікті копировать етіп алып, қалған бөліктеріне қойып шығасыздар. Барлығын қойып болғаннан кейін өздеріңізге осылай жазу жазып, әртүрлі сұрақтарды қойсаңыздар болады. Дайын болған жұмысты осылай печат бөлігін басып, шығарып алсаңыздар болады. Сіздерге қазір дайын жұмысты көрсететін боламын. Мысалы, мен осылай барлық бетін ешқандай сұрақ жазбай шығарып алдым. Себебі мен бұны барлық сабақта қолданатын боламын. Мен бұны жабысатын стикерлерді жазу жазып, сұрақтарымды қойып, дәл осылай оқушыларға лақтыра отырып, сұрақтарға жауап бергіземін. Осы жазба ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписация етіп өтіңіздер.